Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін өздеріңізбен бірге Тұран одағына қатысты айтқым келеді. Неге дәп қазір осы тақырыпты айтып отырмын? Себебі күні кеше ғана әлеуметтік желілерде, әсіресе WhatsApp'та және Facebook'те Ердоған жасаған мәлімдеме деген ақпарат тарады. Яғни ол ақпаратты кейбіреулеріңіз оқыған боларсыздар. Бірақ бірден айтуға тиіспіз, ол негізсіз ақпарат, кей адамдардың қиялынан ғана туындаған әдемі бір ертегі деп айтсақ та болады. Ал шын мәнінде ондай мәлімдеме жасалмаған еді. Енді соңғы кездері көптеген азаматтарды қызықтыратын және көптеген азаматтарды толғандыратын басты мәселе ол Тұран одағының құрылуы. Неге екенін білмеймін, азаматтардың түсінігінде Тұран одағы деген ол әскери одақ болып елестейді. Яғни НАТО сынды бір әскери блок ретінде құрылады деп санайтын азаматтар көп екен. Бірақ менің ойымша Тұран одағы деген мәселе жақын арада құрылмайды. Және оған бірнеше негізгі басты себептер бар. Ең біріншісі, жалпы Тұран одағына кіруі мүмкін мемлекеттерді алып қарайықшы, түркі мемлекеттеріне. 1991 жылға дейін түркі мемлекеттерінің ішінде тек қана Түркия әлем картасында жалғыз өзі тәуелсіз мемлекет болып отырды. Ал 91 жылы халықтар түрмесі саналған КСР құлағаннан кейін Түркиямен қатар бірнеше тәуелсіз түркі мемлекеттер пайда болды. Әзербайжан бар, өзіміздің отанымыз Қазақстан бар, Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар. Және әлемдік саясатта мойындалмаған солтүстік Кипр түрік республикасы бар. Сондықтан да осы мемлекеттердің жалпы қазіргі саясатына қарайтын болсақ, бұл мемлекеттердің потенциалы да, саяси бағыты да біз ойлағандай Тұран мемлекетін, яғни Тұран одағын құруға негіз бола алмайды. Неге? Біріншіден, Түркияны алып қарайық, Тұран одағын құру мүмкін деген, соның басында жүру мүмкін деген, және авангард болу мүмкін деген мемлекет ретінде аталады көптеген азаматтардың тарапынан. Бірақ Түркия ол НАТОда, яғни Түркия әскери өзінің жүріс-тұрысын, әскери бағытын анықтап тастаған мемлекет. НАТОның құрамында Америка құрама штаттарынан кейін әскери қуатты екінші мемлекет саналады. Жаяу әскери санынан да дәл солай, НАТОның ішінде. НАТОға өздеріңіз білесіздер 30 мемлекет мүше, сондықтан Түркия өзінің әскери бағытын анықтап алған нақты мемлекет. Екіншісі, Тұран одағына кіруі мүмкін мемлекеттердің ішінде екі мемлекет, ол нейтралды позиция ұстанып келген бұған дейін, ол Әзербайжан және Түркменстан. 2021 жылы Әзербайжанда Қарабақты азат ету соғысы жүріп өтті. Міне Тұран одағын құру мәселесі де, Тұран одағы жақында құрылады деген талқылаулар да осы Әзербайжандағы Қарабақты азат ету соғысынан кейін тарай бастады. Оған әсер еткен әрине түркиялық байрақтар, әрине Түркияның Әзербайжанды қолдауы және Әзербайжанның әділетті соғыста жеңіске жетуі. Бірақ Әзербайжан мен Түркияның арасында өзара екі мемлекеттің арасындағы бірнеше келісімдер бар. Оның ішінде Әзербайжан мен Түркияның арасында биыл жасалған Шуша декларациясын атап өтсек болады. Ол декларация бойынша кім Әзербайжанға соғыс ашады, ол Түркияға да соғыс ашқан болып саналады. Кім Түркияға соғыс ашады, ол Әзербайжанға да соғыс ашқан болып саналады. Шуша декларациясының нәтижесінде ол екі жақтың парламенті бұл келісімді ратификациялаған. Сондықтан да ол екі мемлекеттің арасындағы келісім. Оны жалпы күллі түркі мемлекеттерінің арасындағы келісім ретінде қарастыруға болмайды. Шын мәнінде Әзербайжан мен Түркияның арасындағы қарым-қатынас жалпы идеалды қарым-қатынастың бір ретінде қарастыруға болатын шығар. Бірақ бұл Тұран одағы құрылып келе жатыр дегенді білдірмейді. Екінші мәселе ол шекаралар мәселесі. Бұл жерде Түркия мен Әзербайжанның арасында ортақ шекара бар, яғни Нахчыван арқылы Түркия мен Әзербайжан шекараласады. Бірақ басқа түркі мемлекеттері, яғни Орталық Азияда жатқан мемлекеттер, Қазақстанның да, Өзбекстанның да, Түркменстанның да, Қырғызстанның да бір-бірімен шекаралары бар болғанымен, Түркиямен ортақ шекарасы жоқ. Арамызда Каспий теңізі жатыр. Бұл да қандай да бір әскери одақты құруда сәл болсын қиындықтар туындатады. Одан бөлек Қазақстан, Қырғызстан, былайша айтқанда НАТОға қарсылас болып саналатын әскери ұйымның ішінде, ол ОДКБ. Қазақстан мен Қырғызстан сол ОДКБ-ның ішінде, ал НАТОның ішінде Түркия бар.
былайша алып қарасақ, Түркия мен жаңағы НАТО-ның ішіндегі Түркия және ОДКБ-ның ішіндегі Қазақстан мен Қырғызстан логикалық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, бауырластық тұрғыдан емес, ағайындық тұрғыдан емес, логикалық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, әскери ұйым жағынан бір-біріне позициялары қарама-қарсы мемлекеттер саналады. Шын мәніне алып қараған кезде, одан бөлек. Енді, егер тұран одағы құрылатын болса, және оның әскери одағы ретінде емес, экономикалық одағы ретінде құрылу потенциалы бар ма деген мәселе. Бұл тұрғыдан да алып қарайтын болсақ, мысалы, тұран одағының негізгі көзқарасы ретінде оны Европалық одағы ретінде алып қарайтындар бар, яғни Европалық одағы ретінде экономикалық тұрғыдан құрылу мүмкін дейді. Бұны жоққа шығаруға болмайды, бірақ бұл жақын арада құрылады дегенді білдірмейді. Жалпы Европалық одақтың өзінің құрылуын қарайықшы, 52 жылдан бастап Рим келісімі бар, одан кейін жаңағы 56 жылғы Париж келісімі, қателеспесем, 93 жылғы жаңа Мастрихтегі келісім, яғни бірнеше жылдық келісімдерден кейін ғана барып, осындай бір қуатты әлемдегі экономикалық одақ құрылды, Европалық одақ. Бірақ оны құрылуының жолының өзі 41-42 жыл уақыт алды. Яғни ұзақ кезең. Бір адамның ғұмыры десек болады, сондай уақытты алып барып құрылды. Ал енді тұран одағы экономикалық одағы ретінде құрылу мүмкін десек, мүмкін, болашақта құрылу мүмкін. Мысалы, Стамбул декларациясы қабылданды. Осы биыл түркі кеңестеріне мүше мемлекеттер, түркі мемлекеттерінің ұйымын құрды, білесіздер. Сол кеңесте, сол кездесуде 2021 жылғы қарашадағы түркі мемлекеттерінің арасында басшылар кездесіп Стамбул декларациясын қабылдады. Стамбул декларациясы 2040 жылға дейінгі түркі мемлекеттерінің жүру позицияларын анықтап берді. Оның ішінде әрине ол экономикалық, сауда қарым-қатынастары, инвестиция және әрине туризм. Бұл құжатқа қарайтын болсақ, ол көбінесе экономикалық одақ ретінде құрылу мүмкін деген жорамалдарды күшейте түсетіндей. Бірақ әскери одақ ретінде қандай да бір байланыстар азырақ бұл құжатта, яғни мемлекеттердің арасында өзара әскери жаттығуларды өткізу, мемлекеттердің арасындағы тәжірибе алмасу деген сынды пункттер бар әрине, бірақ ол үлкен бір қандай да бір әскери одақты құрылатындай бізге посыл бермейді, месседж бермейді. Оны да қарауға тиіспіз. Одан бөлек енді экономикалық одақ ретінде егерде құрылу мүмкін деп қарастыратын болсақ, Түркия ол Европалық одаққа ұмтылушы мемлекет. 50 жыл болды Европалық одақ Түркияға өзінің құшағын ашпай, есігін ашпай келе жатыр. Ал экономикалық одақ жағынан алып қарайтын болсақ, басқа түркі мемлекеттер, мысалы Қазақстан мен Қырғызстан, ол Евразиялық экономикалық одақта. Евразиялық экономикалық одақта өздеріңіз білесіздер, қағылған соғылған 5-6 мемлекет бар. Жаңа санкцияның астында жатқан Ресей, әлемдік халықаралық келісімдердің барлығын бұзып, соғыс ашқысы басқанша Ресей отыр. Одан кейін әуедегі ұшақты бұрып алғыш, барлық акцияларды жаншып басқыш Белоруссия отыр. Соғыстан жеңілген, тасталқан болған, біреудің жерін кезінде оккупациялап алып, 20 жылдан кейін опық жеген Армения отыр. Жаңағы экономикалық потенциалы өте нашар Қырғызстан отыр. Шикізатқа байланып қалған, экономикасын 80% тек қана шикізат сатумен қалыптасқан Қазақстан отыр. Яғни, бұлайша алып қарасақ, Евразиялық экономикалық одақтың ішінде осындай бір экономикасы өте нашар мемлекеттердің бірлестігі ретінде құрылып алды, және ол өкінішке орай Ресейдің мүддесі үшін жұмыс істеп отыр. Ал Ресей өзінің мүддесі үшін жұмыс істеп отырған одақты таратуға мүдделі емес. Сондықтан да тұран одағы экономикалық одағы ретінде де қалыптасу потенциалы қазіргі 10-15 жылдың ішінде мүмкін емес деп ойлаймын. Және бұл тұран одағының құрылуына қарсы көптеген позициялар бар. Ол ең біріншісі Ресей. Себебі тұран одағы құрылатын болса, Ресейдің ықпалына Түркияның таласуына тура келеді, Орталық Азиядағы ықпалына. Ол ОДКБ бойынша да, және ол Евразиялық экономикалық одақ бойынша да. Бұл бір. Екіншісі, Ресейден бөлек қарсылық білдіруші мемлекет ол Қытай. Неге Қытай? Себебі Қытайдың жерінде 20-25 миллион түркі бар. Ұйғырлар бар, қазақтар бар, өзбектер бар, қырғыздар бар және басқалар. Яғни Қытайдағы Шыңжаңдағы саясатқа қарап, қандай да бір қауіп қатер күтетіні анық.
Қытайдың. Сондықтан да Қытай да бұл позицияға қарсы. Тағы бір қарсы тарап ол Иран. Неге Иран қарсы? Себебі Иран ежелден түркі мемлекеттермен қарсылас, бәсекелес мемлекет саналады. Бұл бір. Екіншіден, Иранның ішінде 25-30 миллионға жуық түркілер бар, әзербайжандар. Тіпті Әзербайжанның өзінде жаңағы 10 миллионға жуық Әзербайжан бар, ал Иранда 25 миллион Әзербайжан бар. Бұның өзінде Әзербайжан үлкен қауіп санайды, себебі Тұран одағы құрылатын болса, онда ол потенциалды түрде Иранның ыдырауына, Иранның жаңағы мемлекет ретінде бөлшектенуіне әкелуі мүмкін деп сондай қауіптенеді. Оны да ескергеніміз жөн болады. Және қарсылардың бірі ол Европа, сөзсіз. Және Америка құрама штаттарының өзі де бұндай қуатты одақтың, әскери одақтың құрылуына, экономикалық одақтың құрылуына мүдделі емес. Және тағы бір табанды қарсылық білдіруші ол араб мемлекеттері. Себебі араб мемлекеттері Түркияның бастамасымен құрылуы мүмкін Тұран одағын ол Осман империясының жалғасы ретінде, неосманизмнің жалғасы ретінде қарастырады. Оны да жоққа шығаруға болмайды. Сондықтан да Тұран одағыны құрылады деген ол көбінесе біздің санамызда қазіргі таңда іске асып жатқан бір тәтті жоспар ретінде қарастыруға болатын шығар. Бірақ шынайы тұрғыдан алып қарасақ, жақын 10-15 жылда мұндай әскери одақтың құрылуы, мұндай экономикалық одақтың құрылуы екіталай деп ойлаймын. Егерде біз реалды тұрғыдан бұндай мәселелерді қабылдай білсек, ендеше біз өзіміздің бағытымызды да, саяси бағытымызды да, әскери экономикалық бағытымызды да анықтай аламыз. Сондықтан да мұндай тәтті қиялдарды қуа бергенше шынайы жоспармен жұмыс істеген дұрыс деп өз басым есептеймін. Әрине Тұран одағы құрылса құба-құп, бірақ ол алдыңғы перспективада 10-15 жылдың ішінде құрылуы екіталай. Енді мысалы Тұран одағы құрылатын болса, ол үлкен экономикалық, үлкен әскери қуатты күшке айналады. Мысалы енді 250 миллионға жуық түркі бар. Бұл бір. Одан кейін ол 250 миллионға жуық түркінің ішінен кемі 15 миллионға жуық қуатты әскер шығаруға болады. Бұл екі. Бұл сөзсіз Евразия кеңістігіндегі жаңа геосаяси балансты қалыптастырғысы келетін Ресейге, Қытайға және басқа да геосаяси ойыншыларға, геосаяси акторларға вызов тастайтын үлкен бір мықты кәдімгі потенциалды күшке айналады. Ондай күштің пайда болуына қазіргі таңдағы әлемдік державалар мүдделі емес. Одан бөлек бұл экономикалық тұрғыдан да аса қуатты жаңағы мемлекеттердің қалыптасуына мүмкіндік беретін еді. Себебі біріншіден тілдік байланыс бар, тілдеріміз бір-біріне өте ұқсайды, шығу тегіміз ұқсас. Осының барлығы экономикалық сауда қарым-қатынасы, өзара сенім қарым-қатынасының жоғары болуына әсер етеді. Экономикалық тұрғыдан да жаңа рыноктар, нарықтар ашылатын еді бір-бірімізге деген. Бірақ оның да іске асуына әлемдік ойыншылар мүдделі емес. Осының барлығын таразы басына сала отырып, WhatsApp-та тарап жатқан, Facebook-та тарап жатқан түрлі ақпараттарға 100% сенім білдіре беру менің ойымша дұрыс емес. Сондықтан да Тұран одағы деген алдағы таңда құрылса, әрине қос қолымды көтеріп қолдайтын едім. Себебі ол біздің жаңағы түркі мемлекеттерінің дамуына, сауда қарым-қатынасының, әскери тұрғыдан сенімділік, геосаяси тұрғыдан тұрақтылық, тарихи мәдени тұрғыдан білім ғылым алмасу жағынан жақсы жобалардың жүзеге асуына әсер ететін еді. Бірақ өкінішке орай алдағы 10-15 жылдың ішінде Тұран одағы құрылмайды деп өз басым санаймын.